Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын жент жасамақшымын. Тұтқан оразамыз қабыл болсын. Мен бүгін ауызашарға дайындап жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Ниетімді Алла тағала қабыл етсін баршамыздың. Бізге таза ыдысымызға талқанымызды салып, талқанымызды мен 300 грамм талқан салдым. Осылай сахарный пудрамыз. Егерде сіздерде сахарный пудра болмаса, сахар сасаңыздар да болады. Ал менде қазір сахарный пудра салдым. Осылай сахарный мен талқанды араластырып, үстіне сгущенка 2 немесе 3 қасық сгущенка салдым. Барлық құрамын мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп, жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Балдарыңыз мәз болып қалады, желімтал. Осылай сары майымызды салып араластырдым. Ал енді қолымыздың көмегімен жақсылап мұжып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай барлығы біркел кетіп араласу қажет. Менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер болады. Мен үшін өте маңызды. Алда өте дәмді рецептілермен, тағамдармен бөлісетін боламын. Осылай қалыпқа салып алдым. Ал сіздерде бұндай қалып болмаса, өздеріңіздің қолдарыңыздың көмегімен домалақ етіп немесе қыспа етіп жасасаңыздар да болады. Ал менде осындай қалып бар еді. Осыған барлығын біркел кетіп салып алдым. Осылай барлығын салып тоңазытқышта 15 минут немесе 20 минут қойып қойсаңыздар тез қатаяды. Міне менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай міне көріп тұрғандарыңыздай 15 минут 20 минут мен морозильникке қойып қойдым. Осылай енді мен қара шоколад ақ шоколадымызды ертіп алдым. Осылай барлығын енді шоколадқа батырып шығатын боламын. Осылай барлығын қара мен ақ шоколадқа жағып шықтым. Дәмі ерекше болады. Осылай сіздерде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай шоколадымыздың бәрін ертіп, осылай жағып шықтым. Ал енді бетін сәндеймін. Шоколадымызды ертіп, осылай бетін сәндеп шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Міне жентіміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған перизат. Өте дәмді болып шығатын жент жасадым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда өте керемет рецептілермен